y тең f от x функциясының x нолевой нүктесіндегі туындысы, яғни туындысы, x нолевой нүктесіндегі туындысы осы нүктеде өзгеру жылдамдығын анықтайды. Бұл туындының физикалық мағынасы болып табылады. Енді туындының физикада қолдануына келсек, айталық физикалық дененің t уақытта жүрген жолы st функциясымен берілсін. Енді осы st функциясының туындысы бізге жылдамдықты береді. Яғни лездік жылдамдығы. Енді осы жылдамдықтан туынды алатын болсақ, онда ол бізге үдеуді береді. Енді осы формулалардың қалай қолдануын көрсету үшін нақты мысалдар келтірейік. Бірінші мысал. Бізде, яғни дененің түзу сызықты қозғалу формуласын келтірейік, заңдылығын. Онда st деп аламыз. Бұл тең болсын 5. Осы заңдылық бойынша дене қозғалатын болса, онда дене қозғала бастағаннан кейін, яғни уақыты 3 секундтан өткеннен кейін дененің жылдамдығын табу керек болсын. Ондай жағдайда біз мына формуланы пайдаланамыз. Яғни біз мына функциядан туынды алатын боламыз. Т бойынша. Яғни Т бойынша туынды алатын болсақ, мынадан 0 болады. Мынадан минус 2 қосылған 3-ке 2-ні өтеміз 6 Т болады. Яғни бұл бізде жылдамдықты береді. Бізге енді жылдамдықтың осы 3 секунд уақыт өткеннен кейінгі мәнін тап дейді. Яғни v3-ті табамыз. Мына формуланың орнына қоямыз. Сонда 2 минус 2 қосылған 6 көбейтілген 3. 18, 18-ден 2-ні алсақ 16 болады. Яғни дене мына заңдылық бойынша қозғалғаннан кейін, қозғала бастап 3 секунд уақыт өткеннен кейін 16 метр секунд жылдамдыққа ие болды деген сөз. Енді тағы да бір мысал келтірейік. Екінші мысал. Яғни дене осы заңдылық бойынша қозғалсын. Яғни енді бізге есеп бойынша қозғалыс басталғаннан кейін 2 секунд уақыт өткеннен кейінгі дененің үдеуін тап дейді. Яғни мына жерде Т нолевой дейік, Т нолевой деп жазсақ болады. Осыны табыңдар дейді. Енді біз бұны шығару үшін мына формулаларды қолданатын боламыз. Бізге атыны табу керек. Бұны табу үшін бұдан туынды алуымыз керек. Ал бізде бұл әлі белгісіз, сондықтан біз v-ны тауып алуымыз керек. Ол тең болады s-тен мынадан Т бойынша туынды алғанға тең. 3Т квадрат қосылған 8 Т-ның 3 дәрежесі. Енді осыны мына жерде v-дан туынды алатын боламыз. 6Т қосылған 24 Т квадрат. Ал бізге есеп бойынша Т нолевойды табуымыз керек. Т нолевойымыз бізде 2-ке тең, яғни 2 секунд уақыт өткеннен кейін дейді. Мына жаға кеп қоямыз. 12 қосылған 2-нің квадрат. Нарада 2 емес, 24 болады. 24 нарадан 4 болады. 96. 108. Яғни 108 метр бөлінген секунд квадрат. Енді туындының геометриялық мағынасы. Айталық, y тең f от x функциясының x нолевой нүктесінде туындысы бар болатын болса, онда туындының геометриялық мағынасы осы функцияның графигіне x нолевой нүктесінде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті болып табылады.
яғни бұрыштық коэффициентті бізде k деп k әрпімен белгілейміз. Бұның мәні сонымен қатар мына жерде осы бұрыштың OX өсімен арасындағы бұрыштың тангенс альфасына бұрыштың тангенсіне тең болады. Енді осы жалпы функцияға x нөлевой нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін табуға тоқталайық. Оны табу үшін мына операцияларды орындау керек болады. Яғни бірінші x нөлевой y-тің осы функцияның x0 нүктесіндегі мәнін табуымыз керек. Одан кейін яғни k бұрыштық коэффициентін табуымыз керек. Одан кейін мына формуладағы әр ненің мәнін қоюымыз керек, яғни әрбір өрнектің мәнін қоюымыз керек. Бізге нақтырақ түсінікті болу үшін біз мына мысалды шығарайық. Айталық, бізге y тең f от x функциясы берілсе, онда функцияның графигіне x нөлевой тең 1 дейді. Яғни x-тің 1 деген нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін табу керек болса, онда осы алдында көрсетілген операциялар бойынша тауып көрсетейік. Бірінші бізге y нөлевойды тап дейді. Яғни f от 1 деген x нөлевойдың орнында 1 тұр бізде, сондықтан 1-ді жазамыз, орнына қоямыз. 1 қосылған 2 қосылған 3 тең 6 болады. Енді екінші бұрыштық коэффициентті тап дейді. Яғни бірінші туынды алып алуымыз керек. Бұдан туынды алсақ 2x қосылған 2 болады. Енді бізге керегі f от туынды алынған 1. Орнына қоямыз, 2 қосылған 2 тең 4 болады. Енді біз үшінші мына формуланы жазып аламыз. y тең орнына қойсақ та болады бірден. f от x функциясының туындысының x0 нүктесіндегі мәні ол функцияның x0 нүктесіндегі туындысы ол бізде 4-ке тең, жазамыз. x азайтылған x нөлевой бізде 1-ге тең. Қосылған функцияның x0 нүктесіндегі мәні ол 6-ға тең. Ашып жазсақ 4x азайтылған 4 қосылған 4 тең болады. 4 емес арада 6 шатаспын. 4 қосылған 2 болады. 4x қосылған 2. Яғни мынау бізде жанаманың теңдеуі.